Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Мен қазір сіздермен супер техникамен бөлісетін боламын. Бұл супер техника берекет үшін жасалатын супер техника. Бұл техниканы қандай жағдайда жасалады? Егер де бизнесіңізде берекет болмай, сауда болмай кетсе, егер де үйлеріңізде берекет қашса, немесе ақшаларыңызда берекет болмай кетсе, осындай кезде жасалады. Бұл әрине полнолуниеде жасалады. Ай толған кезде жасалады. Ай толғанда ол тек бір күні ай толады. Полнолуние тек бір кезек айына бір кезек болады. Сол кезде полнолунияны күтіп жүресіңізде, сол кезде жасалады. Міндетті түрде полнолуниеде жасалады. Ай толған кезде жасалады. Ол үшін бізге әдеттегідей алдындағы салған видеомдағыдай қарапайым осындай бір свеча керек. Ол свечаның түсі маңызды емес, қызыл ма, көк па, ақ па, қандай свеча болса да болады. Егер сіз свеча таба алмасаңдар, онда әдеттегідей тортқа арналған свечаларда жарайды. Ол свечаны аламыз. Подсвечник болса, егер сіздерде подсвечникті бекітесіңіз свечаны, одан кейін свечаны осылай жағасыңыз. Достар, көрініп тұр ма сіздерге? Свечаны жағасыңызда мына дұғаны 3 рет оқисыңыз. Чтобы берекет шақыру үшін осы дұғаны оқисыңдар. Рузим порат разим рузим берекеттім шерус анаим әмин деп 3 рет дауыстап оқисыңыз да. Мына свеча жанып болған кейін күтіп отырасыңыз. Свеча жанып болғаннан кейін, мысалға свеча жанып болды делік. Свеча жанып болғаннан кейін осылай алып, түбінде осындай зат қалады. Бұны өздеріңіз білесіңіз, қаяққа лақтырсаңыз да осындай болып кішкентай болып қалады свеча жанып. Бұны өздеріңіз білесіңіз, қаяққа болса да сояққа лақтырып тастайсыңдар. Достар, бұл техниканы 2 ай әсер етеді, 2 айдан кейін қайталасаңыз болады. Немесе әр айда профилактика үшін жасасаңыз, бұның нәтижесі керемет болады. Сіздерге әрқашан үйлеріңіз берекеттеніп, бизнестеріңіз берекеттеніп, шаңырағыңызға қалай береке кіргенін өзіңізде байқайтын боласыңдар. Достар, қадеріңізге жараса лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Бұл маған басқа да видео түсіруге мотивация болады. Сондықтан достар, сәттілік сізге, міндетті түрде жасап көріңіздер.